Мына маңызды нүктелерді біліп алыңыздар. Эксклюзив еш жерде айтқан жоқпын әлі. Шымкентте айтып жатырмын иншалла. Алла елшісінің өмірі қалай мына заманға жетті? 1445 жыл болды ғой. 1445 жыл. Не деген сақталынған, өтірік қосылмаған өмір Алланың елшісінің өмірі. Қараңыздар. Қалай? Ең бірінші бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірімен Алла Құранда ант ішіп қойған. Қай өмірмен? 63 жылдық өмірмен. Алла тағала ант ішіп қойған. Болды. Ананы құртқың келеді, өтірік қосқың келеді, ойдан бір драмаларды ойлап тапқың келеді, ішіне қосып, адамдар жылатқан келеді. Өтірік бәрібір шығып қала береді, өтірік болып. Ибрахим деген баласы болыпты. Аттың үстінде далада жүрсе, Әзірейіл періште келіпті. Ей, Ибрахим, саған өлім сәті келді. Ана әкеңе айт, үмметін таңдай ма, сені таңдай ма деген сияқты драмаларды не? Шығып қала береді бәрібір. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты міне, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірі жер бетіндегі жалғыз, біліп алыңыздар, ең сенімді өмір екен. Өтірік қосылмаған. Неге? Өйткені бұның өмірін кімге айтты? Бұл кісінің өмірін баяндаған кісілер жер бетіндегі ең сенімді адамдардың табы. Олар сахабалар. Сахабалар біздің сенімімізде, ақидамызда ешқашан өтірік айтпайды. Олардың барлығынан хадис алынады. Ең сенімді сахабалар өзінен кейінгі шәкірттері ең сенімді табиғиндарға пайғамбардың өміріндегі ең қызықты сәттерді баяндап кетті. Табиғиндар соны не істеді? Жазды. Міне, табиғиндардан табаға табиғиндар жазды. Олардан тағы кейінгілер жазып, міне біздің заманымызға дейін Алла елшісінің өмірі жетіп келді. Ешқандай өтірікке бойырмаған адамдардың аузынан жеткен жалғыз тарих кім екен? Алла елшісінің өмір баяны екен, құрметті бауырлар. Ана қараңыздар.